Сәлем. Бүгін біз жердің ең салқын әрі ең көне құбылыстарының бірі мұздықтар туралы білетін боламыз. Олар жай ғана мұз емес, бұл жердің жады, біздің климаттың айнасы. Мұздық дегеніміз ұзақ жылдар бойы жиналған қар мен мұз массасы. Ол баяу қозғалып тау аңғарларын, жоталарды, тіпті құрлықты да өзгертеді. Мұздықтар тек мұз емес, жердегі тұщы судың ең ірі қоймасы. Бүкіл планетамыздағы тұщы судың шамамен 69%, дәл осы мұздықтар мен мәңгі тоң қабаттарда сақталған. Мұздықтар екі негізгі түрге бөлінеді. Біріншісі материктік мұздықтар, олар бүкіл құрлықты жауып жатады. Екіншісі тау мұздықтары, олар таулы аймақтарда орналасады. Бүгінгі таңда мұздықтар жердің барлық құрлығында бар, тек Аустралияда ғана тұрақты мұздықтар жоқ. Әлемдегі мұздықтардың көп бөлігі Антарктида мен Гренландияда, таулы мұздықтар Гималай, Анд және Альпі сияқты тауларда шоғырланған. Әлемдегі ең үлкен мұздық Ламберт мұздығы. Ол Антарктидада орналасқан және ұзындығы 400 километрден асады. Бұл нағыз мұз өзені, құрлықтың тереңнен мұзды теңізге дейін ағып жатыр. Ламберт мұздығының қалыңдығы кей жерлерде 3 километрге жетеді, ал оның бойында бүкіл әлемге жетерлік тұщы су қоры бар. Ал солтүстік жарты шарда Гренландиядағы Якобсхан мұздығы ерекше. Бұл мұздық жыл сайын мұхитқа 35-50 куб километр мұз бөліп шығарады. Сондықтан ғалымдар оны климаттың өзгерісін зерттеуде жиі мысалға келтіреді. Мұздықтар тек алыс Антарктида мен Гренландияда ғана емес, біздің Қазақстанда да бар. Олар еліміздің ең биік тауларында Іле алатауы, Жетісу алатауы, Тянь-Шань және Алтай жоталарында шоғырланған. Іле алатауындағы Корженевский мұздығы Қазақстандағы ең ірі мұздықтардың бірі. Оның ұзындығы шамамен 12 километр, ауданы 38 шаршы километрге жуық. Мұздықтардың еруі қазіргі жаһандық экологиялық мәселе. Негізгі себеп жердің климаттық жылынуы. Атмосфераға шығарылатын көмірқышқыл газы, метан және басқа парниктік газдар күн жылуын ұстап қалып, температураның көтерілуіне әкеледі. Сонымен қатар ормандардың азаюы, өнеркәсіп пен көліктердің шығарындылары, мұнай мен көмірдің жануы мұздықтардың тез еруін үдетеді. Мұздықтарды сақтау бұл тек табиғатты қорғау емес, болашақ ұрпаққа тұщы суды сақтау деген сөз. Басты қадам климаттың жылынуын баяулату. Ол үшін парниктік газдар шығарындыларын азайту, энергияны үнемдеу және жасыл энергия көздерін пайдалану, ормандарды қорғау және көбейту, қалдықтарды азайтып, қайта өңдеуді арттыру қажет. Мұздықтар табиғаттың үнсіз куәгері, оларды сақтау болашақ ұрпаққа таза су мен тұрақты өмір сыйлау. Бүгін біз мұздықтардың ғажайып әлемімен таныстық. Келесі кездескенше